Mine ары қарай видео түсірілімімізді қайтадан бастағалы отырмыз. Шамасы халық тұратын жерге келіп қалды ғой. Мыналарды білмедім, бір ферма болу керек шамасы. Мына екі жақ бетімізде де міне кішігірім үйлер тұр. Не демалыс аймағы да болуы мүмкін. Біз бейхабарымыз болса да. Енді ары қарай міне жайырақ жүріңіз деген белгі тұр. Соған қарағанда бір қалағама жақындады ғой шамасы. Міне жарнамалық тақталар көріне бастады. Қандай? Ипох деген жерге келіппіз енді. Енді мағынасын болса да білмейміз. Міне автобустар да шыға бастады. Осы уақыт кейін автобустар көзге түсіп еді, тек жағы жеңіл көліктер мен жүк көліктер. Ипохтың ішінен өтеміз ба, жанынан өтеміз ба, қазір көреміз. Мына жерде бір тағы бір 2 километр қалыпты, неге болса да 2 километр шамасы паркингке қалды ау, демалатын жерімізге. Сусындап, аяқ созылады. Алдымызда бір әдемі көрініс тұр. Қазір оны да түсіреміз. Қазір ашық жазы жерге келеміз. Сол кезде барлық әдем болып көріне бастайды. Негізі жаңа автопаркингке кеп қалдық ау. Демалып тынығып алатын, аяқ созылған жерге кеп қалдық ау. Өйткені белгілер көп көріне бастады. Эксит шығу дейді. 5 километр, 15-51 километр. Бір жолдан екінші жолға шығатын жерлер болу керек шамасы. Міне жаңағы жолдың жағасында жаңағы жауын судың шалшықтары жатыр. Міне тағы да бір әдемі көріністер пайда болды. Мына ағаштардан көрінбей қалатыр, әйтпесе әдемі. Міне әдемі көріністер. Қандай керемет көріністер. Міне мынау жол бойындағы міне көліктердің демалыс аймағы. Агро деп бір нәрсе деп жазып қойған. Заправкасы, демалыс аймағы. Бұл жағымызда тағы да бір жанармай құю бекеті тұр. Көліктердің барлығы бұрылып келіп, майын құйдырып, ас суын ішіп, ары қарай шығып кететін жерлер болу керек. Екі жағы да сондай екен. Былайша айтқан кезде жолдағы сервис өте жақсы дамыған екендігі көрініп тұр. Тоқтасақ қызметін, тоқтамасақ та қызметін көрмесек те байқалып тұр. Міне мынаған қараңыз, енді қандай әдемі көрініс. Омарымыз ұйқыны басып жатыр болса да, Омарға суши болса болды. Ұйқысын қандырып алады, қазір Құдай қаласа Омарға суши әпереміз. Қандай әдем жерлер десеңізші. Керемет табиғат. Енді ауасын білмейміз, ауасының ылғалдылығын, температураны біліп отқан жоқпыз. Өйткені көлігіміздің ішінде кондиционер қосылған. Бұл жақта көліктердің барлығы үнемі кондиционер қосып жүреді екен. Өйткені ауа ылғал әрі ыстық. Дәл қазіргі уақытта ауаның температурасы 30 градустың әр жақ бер жағы. Бірақ тағы бір 20-30 күннен кейін температура төмендей бастайды екен. Бұл жақтың күзі келетін болу керек шамасы. Видеомды тоқтата салайын десем, бірінен бірі асқан көріністер кетіп бара жатыр. Сондықтан ары қарай жалғастыра береміз. Кезі келеді. Сол кезде өшіремін деп отырмын. Әдемі, міне қараңыз, бірінен бірі өткен тамаша көріністер. Көрдім.
план бар. Ең бірінші тіл үйренуден бастауымыз керек болып тұр. Оған да алғашқы қадамдарын жасап, тіл үйрету курстарының интернеттен бағдарламалармен танысып жатырмыз. 2 айлық курс бар екен. 2 айдың ішінде ағылшын тілін біліп алсақ, сонан кейін жаңағы электрондық тілмаштар бар екен. Солардың біреуін қолға алып алса, бұл жерден шетелге шыққандағы бір не дейміз жаңағы ауырлық тудыратын зат сол тілді білмеу екен, білмеуіндегі мәселе. Сонан кейін бар жаңағы төлқұжаттық бақылау дейміз ғой, орысшалағанда паспортный контроль. Сол паспортный контрольда мынау Қытайдікі бір бөлек, кіруі бар, шығуы бар дегендей. Толтыратын қағаздары әр басқа екен. Малайзиянікі басқаша. Малайзияда электрондық түрде толтырады екен. Ал Қытайға, Пекинге түскен кезімізде Пекиннің аэропортында қағаз толтырдық. Жаңағы ручка қағазбенен, ол жерде енді жағдай жасалыңқырамапты. Ал мынау Малайзияға келгенде Куала-Лумпурда барлық электрондық түрде тапсырып өттік. Сосын кейін барып жаңағы бізде біреу енгіземіз, біреуіміз қарсы шығамыз деп жатқандардың барлығы бұл жерде ретке қойылған екен. Жаңағы саусақтардың іздерін міндетті түрде түсіреді екен. Саусақтың ізін түсірмей елге кіргізбейді екен. Сонан соң болса да жағдай фейс контроль дейміз ғой. Түріңізді суретке түсіріп алады екен. Паспортыңызды болса да тексереді екен. Міне сондай мәселелер. Мынау енді әскери көліктер, ішінде әскерилері көрінбейді. Міне өз шаруасымен жүрген көліктер болу керек болса да. Міне мұндай тамаша көріністер сирек кездеседі. Бұл видеолардың барлығы негізі өзімізге естелікке түсіріп жатырмыз. Бірақ мүмкіндік туып атса, жарты жолдан шегініп жатпасақ, YouTube арнасына да жүктеуім мүмкін. Қазірше онша тәжірибем жоқ YouTube арнасында жұмыс істеудің, бірақ YouTube'дан арна ашып қойғам. Ол арнайы өзім мамандығыма сай видеоларым бар. Подписывайтесь, лайк. Құдай қаласа жүктеймін. Жүктегеннен кейін жазылыңыздар. Бұдан былай саяхаттау ниеті бар. Саяхаттап жасап, бұдан да ары қарай түсіретін видеоларымыз баршылық көріп отыр. Сондықтан жазылып қойыңыздар. Ашық. Парақшам ашық. Тіркелесіздер. Тіркеліңіздер. Ұнап жатса болса да тіркеліңіздер. Ұнап жатса лайк деп лайк басып қойыңыздар. Қазақша контент дейміз ғой. Негізі қазақша контент онша дамымаған байқауымша. Ана YouTube'дан қарап отырсаңыздар, YouTube'да осындай ел аралаған, жер көрген кісілердің атын есімнен түсіріп тұрмын енді. Орыстардың ғой. Орыстардың әпе-жептеуі жаңағы контенті бар. YouTube арнасынан қол боста қарап көріп отырам. Міне. Ипон деген жерге міне келіп қалдық. Біздің сол жағымызда қалады ау Ипон, Ау, Ипох біздің сол жағымызда қалады екен. Міне жаңағы ақылы жолымыз тағы да тасылып жатқан болу керек. Не тасылып жатыр? Бұл Ипохтарға бөлек қой. Біз енді транзит өтіп бара жатырмыз ғой, кірмейміз, Ипох деген қала мына жақта екен. Міне табиғаты тамаша жерде орналасқан екен. Ау. Жарайды. Міне қараңыз, міне қандай әдемі көрініс. Міне мына біздің үстімізде тағы бір жолақ. Жаңа сол Ипохқа кіретін шыққан көліктердікі болу керек шамасы. Бағанағы көргеніміздің барлығы, видеоларымыздың барлығы оларда әсерлі, бірақ мыналармен салыстыруға келмейді. Мына дәл қазіргі мына көріністермен. Тамаша, есте қаларлықтар, қайта көретіндей көріністер болып тұр.
Хадиджан дейді. Хадиджах па бір нәрсе дейді. Міне қараңыз, мынау жеке тұрғын үйлер жол бойындағы қандай әдемі сапалы салынған. Осымен видео жазбамды уақытша тоқтатам. Тағы да кейінірек әдемі жерлер шығып жатса жалғастыра береміз.